Маңғыстау облысында электр энергиясының жаңа тарифі енгізілді. Енді ақтаулықтар 1 киловатт сағатқа 17 теңге 29 тиыннан, ал өзге аудан тұрғындары 16 теңге 89 тиыннан төлейтін болды. Жаңа баға өткен жылға қарағанда 11%-ке төмен. Электр энергиясының бағасын арзандату туралы тұрғындар талабынан соң жергілікті билік табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаменті мен энергиямен жабдықтаушы мекеме ортақ шешімге келді. Жаңа жылдан бастап Ақтау қаласын энергиямен жабдықтау жаңа компанияға берілді. Аталған компания халыққа 3 деңгейлі тариф жүйесін ұсынды. 3-ші деңгей бойынша электр қуатын тұтыну 150 киловаттан асса, онда тұрғындар 26 теңге 43 тиыннан төлеуі тиіс. Бұл қала халқының наразылығын тудырды. Ольга Романовская 3 деңгейлі тарифті енгізу қарапайым тұрғындардың қалтасын қағу екенін айтады. Электроэнергия поднимается. Мен ұлыммен 3 бөлмелі үйде тұрамын. Ай сайын электр қуатына 6 мың. Жазда 10 мың теңгедей төлейміз. Ал 3 деңгейлі тариф енгізілсе, қалтама ауыр тиері анық. Келесі жылы зейнетке шығамын. Сонда қалай төлемекпін? Коммуналдық қызметпен қоса тамағымыз, дәрі-дәрмегіміз тағы бар дегендей. Ақтауда электр қуатына 3 деңгейлі төлем жүйесі енгізілмейтін болды. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте энергиямен жабдықтаушы мекеме осылай деп мәлімдеді. Қала тұрғындары үшін ортақ жаңа тариф белгіленді. Біздің осы жылы бекіткен тарифіміз енді 17-29 теңге болан деп тұр. Қосымша құн салығы қосқанда диф тариф енді қолданбаймыз. Мына халықтың үндеуін естіп, диф тариф деген бізге қолайсыз, ол бізге тура келмейді дегеннен кейін біз ол диф тарифті қолданбайтын болды. Сонымен қатар бана іргелес Ақтау қаласының құрамына кіретін елді мекендер бар. Өмірзақ, Приморский, Приозерный деген елді мекендер. Олардың да тарифтері 17 теңге 29 тиынға түседі. Нәтижесінде қорытындылай келе, мана Ақтау қаласы сонымен бірге бана іргелес елді мекендері бір тариф болады 17 теңге 29 тиын. Осылайша Ақтаудағы электр қуатының бағасы 11%-ке төмендеді. Былтырғы баға 19 теңге 42 тиын болатын. Жаңа жылдан бастап аймақтағы барлық аудандағы электр қуатының бағасы арзандады. Бейнеу, Түпқараған, Қарақия және Маңғыстау аудандары үшін ортақ тариф белгіленді. Бұрын бұл аудандар 20 теңгеден төлеп келсе, енді 16 теңге 89 тиынға түсті. Ең төменгі тариф Мұнайлы ауданында 15 теңге 62 тиын. Енді бұл бағаларды бүгін ертең келетін түбіртектен көруге болады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар Ақтаудан.